оңтүстіктің келіндері болғанда мынаны соғым сойған күні-ақ пашақ-пашағын шығарып сразу істеп тастайтын еді. Ал біз енді жүрміз, енді солтүстіктің келіндері созылып жүре береміз. Мынау енді өткен жылғы ішмай дейма не деп айтады өзі. Соны енді ерітіп май қылып алайын деп жатырмын. Бұл бізде жылқының майы, сондықтан тастауға қимайсың. Қазірдің өзінде мысалы магазиндерде жылқының майлары деген арнайы ерітіліп осылай жасалынған түрлері сатылады ғой. Еще олар қымбат сатылады, кәдімгі сұйық майға қарағанда бағасы қымбат болады, енді пайдалы дейді. Сонымен менде үйдегі бар майдың барлығын ерітіп осылай майды шыжғырып, бәсе неге ерітіп деп жатырмын. Шыжғырып алдым да майды жақсылап, сонымен бөлек-бөлек ыдыстарға құйып алдым осылай, сосын балконға шығарып қойдым. Сонымен осындай болып қатты. Енді мынау деген рахат екен, құдайдың рахаты болып жатыр. Сұйық майды пайдаланбай осы жылқының майын тамаққа қолданып жүрмін. Тамақ деген прям піскен кезде бар ғой, тәтті, дәмді болады. Бір жылқының етімен тамақ пісіргендей сондай бір әсерде боласың. Тауықтың етін қосып пісірсең де бар ғой. Бұны мен бауырсақ пісіруге қимаймын, тек тамақты ғана пісіріп жүрмін. Енді жасап алыңыздар деп айтпай-ақ қояйын, өйткені өзім пысық емеспін. Менен де пысықтар бар шығар жылқының майымен тамақ пісіріп жүрген. Өмірді қиындатпаймын, үйде не бар сонымен жасай салатын рецепттер менің парақшамда өте көп, сондықтан парақшамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз.